Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып кейіпкердің костюмын өзгерту. Осы тақырыпқа берілген түсірмаларға түсіндірме жасайын. Бұл бірінші тапсырмаға берілген программам. Сіздер мүмкін оны скретчке жасап, нәтижесін ала алмаған болуларыңыз керек. Себебі бұл жерде бір жерде қате кеткен. Соны қазір түсіндіре кетейін. Енді осы тапсырманы орындамас бұрын біз программаны орындап көруіміз керек болады скретчке. Бірінші команда бізде костюмді ауыстыру айнымалысына 0 мәнін беру дейді. Айнымалыны біз алдыңғы сабақта өткенбіз, деректер блогынан аламыз. Және айнымалыны жасауды да өткенбіз. Айнымалы жасау. Костюмді ауыстыру. Костюмді ауыстыру. Айнымалысыны жасап алды. Және бұл айнымалыға 0 мәнін бердік. Келесі айнымалы. X айнымалысы. Оған да мән береміз. Минус 170. Келесі айнымалын жасаймыз. Y. Оған да мән береміз. Минус 120. Енді келесі кезекте келесі орындалатын цикл, қайталау циклы. Яғни бір әрекеттерді біз 3 рет қайталауымыз керек болады. Сыртқы циклды алып кеп алайық. 3 рет қайталанатын. Бұл жерде міне санмен берілген мысықтың тұрған координатасын көрсетіп тұр. X минус 80, Y минус 112 де тұрды. Біз оны нақты бір санды бермейміз. Біз оған айнымалыларды беріп тастаймыз. Осындай айнымалыны береміз. Келесі ішкі циклға кіреміз. Ішкі циклда 3 рет қайталанатын цикл. Ішкі циклдың ішінде костюм ауыстыру тұр. Яғни бірінші костюмға ауысамыз. Келесі костюм ауыстыру айнымалысына бір мәнін беру дейді. Осы жерде қате кеткен. Бұл жерде костюм ауыстыру айнымалысын бірге өзгерту деген болу керек бұл жерде. Костюм ауыстыру айнымалысының мәнін бірге өзгерту. Келесі 1 секунд күту. 1 секунд күту, костюм ауыстырамыз. Келесі костюмды, екінші костюмды ауыстырамыз. Костюм ауыстыру дегеніміз ол келесі қимылға өту деген сөз. Ол сыртқа киімді ауыстыру деген мағынада емес. X-тің мәнін өзгерту дейді. Келесі ішкі циклдан кейін X айнымалысының мәнін 100-ге өзгерту дейді. Костюмді, 5-ші костюмді ауыстыру, яғни 5-ші қимылға өту. 1 секунд күту дегенде біз компьютердің жылдамдығына адамның көзі ілесе алмай қалмас үшін осы команданы қосамыз әрбір командадан кейін. Енді костюмді ауыстыру айнымалысындағы сандарды 2 секунд бойы айту дейді. Яғни міне жерде ішкі циклда костюмді ауыстыру деген айнымалысының мәні қанша болды, соны мысық айтып отырады. Осы ішкі циклдағы қозғалыстан кейінгі санды айтады және ол 100 қадам алға жүріп, костюмын ауыстырып, жаңағы ішкі циклда санаған санды айтқаннан кейін тағы да осы ішкі циклға барып тағы санайды. Сонда бұл мысық осы программа орындауы барысында бізге 3 сан айту керек. Осы сандар қандай екен білу үшін осындай сіздерге программа құруға тура келеді. Енді көрейік. Деді. Келесін мен көрсетпей қояйын. Өздеріңіз тура осындай программа құрып, мысықтың қандай сандар атайтынын көріп, жауабына жазасыздар бірінші тапсырманы. Екінші тапсырмада біз бағдарламада костюмді ауыстыру деген айнымалыны
айнымалыны не үшін қолдандық? Қолдану мақсатын анықтаймыз. Костюмда ауыстыру айнымалысын өзіміз жасап алдық директор блогында. Енді оны не үшін біз қолдандық? Ішкі циклда тұрғандықтан, ішкі циклда басқа қандай әрекеттер жасалғанына мән береміз бұл арада. Енді үшінші тапсырмада мысық сахнада жылжыған сайын әрбір костюмді бір рет қана қолданатындай ішкі циклдың мәнін анықта дейді. Бұл жерде костюмді ауыстыру мәні айнымалысы жоқ, X пен Y айнымалысы бар. Екеуінің мәні сол қалпында. Қайталау сыртқы циклы үш рет қайталанатын және костюмді ауыстыру. Бірінші костюм X, Y нүктесіне өту дейді. Бұл арада да біз айнымалы түрінде береміз. X пен Y-ге тұрақты мән бермейміз. Ауысып тұратын айнымалы береміз. 1 секунд күткеннен кейін ішкі циклды қоямыз. Ішкі циклымыз. Ішкі циклда келесі костюм дейді. Келесі костюм. Келесі костюм әрекеті. Циклдың саны көрсетілмеген. Келесі деректерден X айнымалысының мәнін өзгерту. X-тің мәнін 1-ге 100-ге өзгерту. Келесі костюм соңғы костюм бірінші, екінші, үшінші, бесінші костюмге ауыстыру. Бұл программадан бізден ішкі циклға мән беру керек. Ішкі циклға қандай мән біз берген кезде біздің мысық әрбір жылжыған сайын келесі костюмге ауысып отырады. Яғни мына берілген 5 костюмның барлығын бір-бір рет пайдалану үшін біз ішкі циклға қандай мән беруіміз керек. Біз бұл жерде неге көңіл аударуымыз керек? Біз бірінші костюмді ауыстырдық, яғни бірінші қимылды ол пайдаланды. Келесі ішкі циклда неше мәнді қойсақ, неше костюм пайдаланады. Бірінші костюмді пайдаланды. Бесінші костюмді ол міндетті түрде пайдаланады ішкі циклдан шыққаннан кейін. Сонда бізде бар жоғы неше костюм. Екі костюмді циклдың сыртында пайдаланатын болса, ішкі циклда неше костюмді ол пайдаланады. Сол мәнді осы жерге қоямыз. Келесі тапсырма. Мысықтың сахнада жылжу анимациясын ұйымдастыруға қай костюмдер жарамды екенін анықта. 2 дұрыс жауапты таңдаймыз мысалға. Біз мысықтың жылжып бара жатқанын көрсетуге 1-2 анимация таңдауымыз керек. Қайсы мысықтың жүріп бара жатқанын не қозғалыстағы жылжу анимациясын көрсетеді деп ойлайсыздар. Сол екеуін таңдайсыздар. 5-ші тапсырмада айнымалылардың ағымдағы мәндері K12, M4 деп алып, бос орындарды толтыр. Енді осы программаны құрып көрейік. Бұл жерде біз алдыңғы айнымалыларды жойып тастауымызға болады. Бізге тағы да 2 айнымалы керек. K және M. Так, жасайық. K және M. Енді екеуіне мән береміз. Ол үшін программаны бастайық. Жасыл жалауса басылған кезде мән береміз. K-ға әзірше 0 береміз.
мән береміз m айнымалысына. Енді циклға сыртқы циклды бастаймыз. Сыртқы цикл мәні 4 рет қайталанатын әрекет. Бұның ішінде ішкі цикл бірден басталып тұр. Бұл 3 рет қайталанатын әрекеттерден тұрады. Ол қандай әрекеттер? Келесі костюм. К-ның мәнін өзгерту. M-нің орнына К-ны таңдаймыз. К-ның мәнін бірге өзгерту. Яғни костюм ауыстырады және К-ның мәнін бірге өзгертеді. Костюм ауыстырған сайын К-ның мәні бірге өзгеріп отырады. Яғни костюмның ауысқанын К бұл санап отырады бұл жерде. Келесі фонды ауыстырамыз. Ол үшін біз фон таңдаймыз. Мына жерден фонымыз. Жаңа фон кітапханадан дайын фонды ала салуымызға болады. Және де фонға біз тағы да бір басқа фондарды таңдап қояйық. 2 фон. Бұл егер қайталанатын болса, 4 фон болатын болса, біз тағы да біраз фондарды қоя салайық. Осындай 4 фонды қояйық. Біздің скрипт программамыз ол кейіпкерде. Келесі фонға ауыстыру дейді. Бұл ішкі циклдан кейін орындалады. Бұны келесі фон деп қоя салайық. Бұл арада енді M айнымалысының мәнін өзгертеміз. Фон өзгерген сайын M айнымалысына бір мән беріп отырамыз. Сонда фонның өзгерісін M айнымалысы санап отырады, ал костюм, яғни кейіпкердің қимыл қозғалысын К айнымалысы санап отырады. Ең соңында M айнымалысына берілген мәнді мысық айтады. Енді осы программаның орындалуын көрейік. Ең соңында M айнымалысының мәнін мысық айтты бізге. Енді сұрағымыз айнымалылардың ағымдағы мәндері К12, M4 деп алып, бос орындарды толтыр дейді. Енді бұл бос орындарды толтыру үшін бұл тапсырманы орындаған кезде, яғни төмендегі бос орындарды толтырғанда, егер ішкі цикл ауысса, M-нің мәні қанша болады дейді. Бізде міне M айнымалысы ішкі циклға ешқандай қатысы жоқ. Ішкі циклдің біз мәнін арттырсақ та, ішкі циклдің мәнін біз кемітсек те, M ешқандай өзгеріссіз қалады. Сыртқы циклдің саны қанша, M айнымалысының мәні сонша болады. Соған мән беру керек. Егер де сыртқы циклды азайтатын болсақ, онда M сыртқы циклды қаншаға азайтамыз, M-нің мәні сонша болады. Сыртқы циклды қаншаға арттырамыз, M-нің мәні сонша болады. Төмендегі сұрақтарда соны сұрап тұр. Егер де сыртқы циклдің мәні өзгермесе, M-нің мәні сол қалпы қалады. M дегеніміз ол фонның өзгерісін санайды. Оның ішкі циклда ешқандай қатысы жоқ. Сыртқы циклдің мәніне байланысты оның да мәні өзгереді. Сондықтан төмендегі бос орындарды толтырған кезде осыны ескеру керек. Осымен түсіндіру сабағымыз аяқталды.
Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.